Мен Дариға театрмен бірінші рет жұмыс жасап отқан жоқ. Осыған дейін біз қазақтың шығармасын алғанбыз. Оралхан Бөкейдің үлкен романы. Кейін маған хабарласқаннан кейін естай ағам, мен мынандай ойға келдім. Қазақтың шығармасын біз көрдік, енді романды көрдік, тем более. Одан кейін бір весомы, метафорлық деңгейде, символикалық деңгейде бір европалық шығарманы көру, оны қазақ қоғамына адаптациялау, сөйтіп көру, нағыз кәдімгі пьесамен жұмыс жасау. Ол өте, мен ол кезде де айтқам, оған бұл өте қиын болады, өйткені соқырлардағы кейіпкерлер ол қозғалмайды бір орында, ал бір орында әрекет ету, бір орында отырып көрерменді ұстап отыру ол қиыннан қиыны. И бір жағынан процесс кезінде актерлардың өсуіне де, ары қарай жұмыс жасауына да, өзінің профессиясына деген қызығушылық тудыруға да әсер етеді деп ойлаймын. Пока полноценно мынандай кейіпкерлер құрылмаған бұл. Багаж жоқ. То есть там бала, который символически жаңа нәрсе дүниеге келген. Понимаете? Вот этот ит, который, да, көзі бар, бірақ санасы жоқ. Алматыдан пьесаны жіберді. Барлығымыз отырып, ең басында таныстық, оқыдық. Пьесаны режиссер келмей тұрып оқып шығып, бір оқыған, бағараса бір оқығаннан біреуміз кішкене түсінгендей болдық, кейбір түсінбедік. Мен мынаны қалай қоймақшы, мына пьесада не бар, не айтқысы келді деп. Біз оққан кезде басында түсініксіздеу болды, бірақ мен Мейрам ағамен бірінші жұмыс жасамағаннан кейін Мейрам ағаға сендік. Басында кері реакция болды. Мүмкін басқа шығарма аламыз деген сөздер болды. Қалай болады екен деген сұрақ болды. Қалай қояды екен, не жасайды екен деген сұрақтар болды. Аяқталмаған пьеса сияқты болып көрінді. Өйткені ешқандай уақиға жоқ, бірақ жерінде уақиға бар, күту деп отырады да, пьесаның аяғы жоқ. Сол үшін интернет желісінен бұл пьеса мүмкін жазылмаған шығар, басқа баспаларда бар шығар деп жалғасын іздедік. Шын. Одан кейін сөйтсек, бұл пьесаның негізгі түп мақсаты сол күту болғандықтан солай аяқталады екен. Бұл пьесада көп деген айтылатын ойлар бар екен. Қазбалай берсең көп нәрсені табуға болады ішінен. Бұл пьеса өте қиын, қандай планда қиын? Өйткені метафорлық, символикалық деңгейдегі әрекеттер өте көп. Біз физикалық тұрғыдағы соқырлықты сомдап отқан жоқпыз, біз жалпы рухани соқырлық деген нәрсе деген не? Өйткені физикалық соқырлық ол бір бөлек, көзің болмай, көз жанарың көрмейді, көп нәрсеге көзің жеткізуге болады. Бірақ рухани соқырлық, саналық соқырлық болса, бұл өте қиын. Жалпы репетиция кезінде өте көп қызықтар болды. Басты мақсатымыз соқырларды сезіну болды, қалай ойнайтынымыз дегендей болды. Ең бірінші бізден келгеннен бастап бірінші сұрақ қойды. Сен нені қалайсың деп. Сен бұл өмірде мақсатың не дегендей болды. Әркім өзіне жауабын тапты. Ол енді дайындықтың барысында арасында да соқырлар қалай болады екен деп бәріміз көзді ашып ойнаймыз ба, жоқ жұмып ойнаймыз ба деп. Бірінші дайындықта көзді ашып ойнадық енді. Көзіміз ашық, жаңағында соқырдың кейіпіне енгенде көзің ашық болғаннан кейін енді бәрі жасанды ғой, бәрі. Қорыққанында жасанды, жаңағы көзің көріп тұрғаннан кейін түкте қорықпайсың ғой, не келе жатқанын. Сол сияқты бір рет көргеннен кейін Мейрам жоқ, көздеріңді байлаңдар деп. Көздерін байлап, актерлардың барынша максималды тұрғыда өздерінің физикасын қарау, өздерінің физикасын зерттеу, жалпы көз жанар жоқ кезде адам қандай реакция береді, қандай әрекет жасайды. Өте қиын процесс болды, өйткені көзді жұмған кезде қасыңнан бірі өтсе де шошып, күйзеліске түсесің.
көзіңді бірден ашқың келеді, жан жағында не болып жатқанын көргің келеді. Сондай бір қиын процесс болды. Сөйтіп бәріміз көзімізді жауып театрды аралап бір жерге апарып тастап, біз одан қайта алмай ол жерге, сондай қызықтар болған негізі. Ой, ол керемет Өте қызықты болды. ең алғашқы күніміз енді есімізде кетпейді. Өте Мейрам күшті процесс болды. режиссер бәріміздің көзімізді байлатқызды. Байлап алғаннан кейін бізде өзіміздің кабинетіміз бар, 317-ші. Сол кабинеттен бәрімізді қатар-қатар жүргізіп, театрдың ішін аралатып, жұмулы көзімізбен, сол байлаулы көзімізбен театрдың ішін аралатып, фойе бар, 2-ші этаж. Сол фойеге әкеп салды. Бізді театрдың фойесіне әкелгенін барлығымыз сезіп біліп тұрмыз, бірақ қай жерінде тұрғанымызды білмедік. Сол жерден қойылым басталды деп те айтуға болады ғой, негізі. Біреу тапқанына қуанып есікті жолда, кейбір актерлар құлап, сондай нәрселер болып жатты. Сол жерде бір үлкен бір спектакль басталды деп айтуға болады, негізі. Содан кейін бәрін бір-біріміз тапқаннан кейін енді сол көздерін жұмулы күйінде қайтадан 3-15-ке келіңдер деді ғой. Содан ана 2-ші этаждан 3-17-ге жеткенше енді Бәрі жан-жаққа расында кетті. да өмірде ондай басқа бермесін, енді соқырдың Кейпін кейпін көрдік қой енді. өте ауыр екен рас. Ауыр екен рас. Енді расында да енді көзін көріп жүрген адам аяқ астынан сен көзін байлап тастаса, сен күнделік жүрген жеріңде қорықпай жүрем дегеннің өзінде де бәрібір бойыңда бір қорқыныш болады екен. Басқаша серуен болды. Күнделікті жүріп жүрген жерімізді күмәнмен қарап, ойлап, әйтеуір есімізге салып, ана жерде мынандай жер ғой, мына жел соғып тұр, біз есік жақтамыз деген сияқты. Қызық болды, өте қызық болды. Как тренинг секілді қабылдадым мен. Күнделікті көріп жүрген дүние, күнделікті аралап жүрген жер, бірақ көзіңді жұмған кезде басқаша қабылдайсың. Мен жанымда әйелім бар, балауса, бірге істейміз, әріптеспіз. Екеуміз қол ұстасып келе жатырмыз да. Бір идея келеді, жаңағы жолмен қайтпай қойып, давай эксперимент жасап көрейік те. Біз бұрында театрға келіп жүрген кезде лифтпен көтерілетіміз де, баламен келген кезде. Давай сол лифтпен барып көрейік деп. Оның өзі бір қызық приключение болды. Күнделікті басып жүрген сандардың өзін лифттағы таба алмай біраз қиналғанбыз. Лифт тауығын таптық, ішіне кірген кезде енді кнопкалар қалай тұрушы еді? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ма? Әлде 1, 2, 3, 4 па деген сияқты. Сосын мен айттым, 1, 2, 3, 4 қойдым, бақылауда солай болу керек деп. Сосын әйелім келіскен жоқ, былай бас көрейік деді де, 5-ші этажға шығып кеттік. Этажды таңдау қиын болды. Бірнеше этаждарды басып, тексеріп шығып көріп. Сосын айттым ғой, жаңа осылай деп еске түсірдік. 2-ші попыткада лифтпен жоғары шықтық. Сол кезде андай зрительный память сол көмектесті. Содан кейін керекті этажымызды тапқаннан кейін барып шығып, почти ең соңғы болып келгенбіз. Әрең деген ең соңында мен жеттім ғой, жететін точкаға. Сондықтан да өте қиынға соғады екен. Зағип жандарды енді түсінгендей болдық. Актерларға барынша осы театрдың ішіне айналып шығуға, көзді байлап айналып шығуға тырыстық. Өте қиын, жалпы көз жанарсыз жұмыс жасау, кейіпкерді өзара бір-бірімен көрмеу және әрекет арқылы сөзді туғызу өте қиын. Репетиция жүрмей жатыр, партнерлар келмей жатыр, бос, пусто бәрі, бос кетіп жатқанын сезесің да. Сол кезде режиссерді өзі тоқтатады, стоп деп тоқтатып тастады. Репетиция енді басталғанда, бірінші картинадан өтіп, екінші картинаға көшкен кезде тоқтатып тастап, сондағы тапқан өзінің тәсілі дейміз бе, ол да бізге үлкен көмек берді. 500 орындық зрительный залға сахнада көзін байлап тастап, өздерінің ойша қай жерде отырғыларың келеді, сол жерге барып отырыңдар деп көрермен залында көзімді жұмып тұрып, әркім әр точкаға отырғызып тастады.
сол кезде кім алыста отыр ма, кім жақында отыр, кім менің артымда отыр, кім жүгірді, кім шын құлады, соны бір сезгендей болдым. Ішімде бір түрлі сезім, барынша текстқа мән беруді үйрендім. Біз ол сөйлейді, сосын мен сөйлеймін деген мен жүрдік қой басында. Ал ол текстті не айтып жатыр, ол қорқыныш айтып жатыр ма? Соның барлығын түсіндім. Сол кезде құлағымызға келіп задачаларын айтып отырды, күтпеген нәрселер болды, оған біздің реакциямыз басқа болды, шынайы реакциялар шықты. Сол кезде Мейрамаға келіп маған шын құлағандай бол деп айтты. Шын құлауға тырыстым. Сол кезде бәрі ойлаған екен, шын құлап қалды екен деп көздерін ашқылары келіп. Жоқ, ешқай жерінде мертіктірмедім, Құдайға шүкір. Ол орнынан мен 2 рет ауыстым. 2 рет орнымды ауыстыртқызды. Содан кейін зал бойынша көзімді байлатып жүгірткізді, құлатып, Ерболан ағамен біраз ұстастық. Жалпы қызықты, бізге тәжірибе болды. Өте қызық, бұрын соңды болмаған, бірінші рет осындай болып тұр. Қызықты. Әйтеуір, енді біз көрермен залын білеміз ғой, жатқа білеміз. Өздерім бір жерге отырып алыңдар деді, мен жоғары жаққа шыққым келді, жоғары жақта бошқа кіріп отырайын деп ойлағам. Отырдым. Все, басталды деді, басталды. Енді бізге тапсырма уже мұқият тыңдау керекпіз, кім қай жерде отырғанын. Сахнада ойнап жүріп басқа жерге апарып тастаған мүлде бөлек болып кетті репетиция. Ойын басқандай, қана жерде репетиция, мына жерде отыр, мынау оң жағында отыр, мынау сол жағында отыр деп біліп жаттап алдық қой. Ал енді өздерін біліңдер қай жаққа, жан жаққа шашырап тастағаннан кейін уже біраз уже жұмыс жасау керек болды. Мұқият тыңдау керек болды, кім қалай отыр, қай жақта отыр. Сондай бір жаңадан подход ойлап тапты режиссеріміз. Өте тамаша. Содан сол подходтан кейін барып біз әлгі қасымызда тұрған партнерді сезіне бастады. Қандай арақашықтықта, кіммен қалай сөйлесу керектігін, кімге қандай баға беріп отыру керектігін, қай жағынан, жан жағынан естіліп жатқан дыбысты бағалай білуді бір жағынан үйренуге көп көмегін тигізді. Бұл эксперимент. Физикалық түрде емес, саналы түрде актер өзі түсіну керек бұл жағдайды деп сондай айтқан болатын. Енді сол репетицияда бізде бәрі қайтадан имитация, түсініспеу, әлі түсінбеу көп нәрсе болғандықтан енді Мейрам ағамыздың тарапынан бізге түсіндірмекші болды. Негізі сол бізге жақсы әсер етті, жақсы көмек берді. Ертеңгісі репетициясында нәтижесін көрдік. Ол кезде мен бар ғой түсінбедім. Мен үшін қатты әсер еткен жоқ. Өйткені мен саңыраумын, мен көзім көрмейді. Басқа артистер өздері бір-бірімен диалогтары бар. Ал менде спектакльде, толық спектакльде менде ешкіммен диалогым жоқ. Соңында ғана бір монологым бар, болды. Сонысымен қиын болды. Жалғыз қалу әртіске жаман екен. Мен өзім партнермен істеген жұмыс жасаған жақсы көріп. Сол үшін маған жалғыз қалу, бөлектеніп қалу коллективтан өте қиын болды. Менде мүлдем текст жоқ. Менің тексті жоқ рөлім, бұл алғашқы рөлім осындай. Негізі текстің жоқ болған өте қиын. Текст болған жеңіл керісінше. Сенде сөз болмағанда, сонысымен қиында. Сенде мысалы сөз жоқ. Сен өзің құрастырасың бұл рөлді. Режиссерден сұраймын, былай істеймін дедім, режиссер жоқ, керек емес. Басында маған айтты режиссер, былай демем. Подсказка беріп, сен жас баласың деп. Оның үстіне менің рөлімнің мақсатын біз 1-2 рет ауыстырдық. Мақсаты ауысты, оның сахнадағы мизансценалар барлығы ауысты. Менің мақсатым бөлек. Мына жерде отырған кейіпкерлерден өзгеше. Мына жердегі таза маска киіп отырған кейіпкердің бірімін. Сондықтан өте қиын, себебі сөзде жоқ, мизансценада жоқ. Тек қана іс-қимылмен, әрекетпен, реакциямен ғана
ішіндегі бар ойыңды, ішіндегі болып жатқан монологты немесе біреуге деген өзің отношенияңды жеткізу керексің. Сәл қиындау. Этюд көрсетсін еді. Бәрінде бір мизансцена болып жатқан кезде осындай маған айтты: закат человека, закат человечества дегенде этюд. Соны мен біраз ойланып, басты қиындығы сен қозғала алмайсың. Сен бір орында бір этюд көрсету керексің де, еще сол қалай көрсетсем болады деп ойландым да. Сон адамның қиналып алып барысып өмірге бір таяққа жабысып алып көтерілгенін көрсеткем. Бірдеңке болса талпынамыз, қалай жетпесек те, қалай түссек те көтерілеміз, түсеміз, көтерілеміз, қайтадан түссек, қайтадан көтерілеміз деп. Кейбір режиссерлар болады агрессивный, сондай ашуланғыш, айғайлап, адамды төмендетіп, актерларды. Ол кісі өте жақсы задачаны қоя біледі режиссер ретінде. Ол кісі не істеу керек екенін айтады, ал қалай істеу керектігін саған береді. Актер ретінде сен өзің автор бол деп, ол кісінің методикасын айтмаған. Ол жалпы саған бір ой береді. Не былай мысалы, ана көріп тұрсың ба, ана баланы? Ол былай істейді. Болды, осылай бір сөзбен айтады да, ары қарата сен оны өзің іліп алып кету керексің де, өзің құрап, өзің түсінікпен. Өйткені Мейрам басында айтты, мен сіздермен сен былай істе деп нақты көрсетпеймін. Сендер өздерін ойлану керексіңдер, марионетка болмау керексіңдер деп. Сондықтан әрбір актер өз кейіпкерін өзі құрастырды десем де болады. Жалпы кейіпкердің полноценный картинасын құру керек, міндетті түрде. Ең басты сұрақ ол, мен актерларға да айтамын да, олар үшін сахна қай жерден басталады. Сахна қай жерден басталады, және сахна басталғаннан кейін сол кейіпкерді сомдап шығарып жатқанда жалпы мен не қалаймын. Және осы кейіпкердің бұл спектакльге, бұл процеске несімен қажетті деген сұрақтарға жауап беруге тырысу керек. Жалпы не қалаймын деген сұрақ өте жақсы сұрақ. Менің кейіпкерім не қалайды? Мақсаты не? Өте қиын болды, көп ойланып кетеді екенсің. Айтыру бір нәрсе таптым өзіме, айтыру не істеп отырамын деген сияқты. Ойлана келіп бірінші бәлкім менің аяғым көп шыдамайтын шығар жүруге, варикоз шығар. Сосын тряпкамен крем қалтама салып қойдым. Аяғымды шешіп, қайтадан кремін жағып, орап сөйтіп отырам деп. Одан кейін тағы бір басқа ой келді. Басқа нәрсе алып көрем деп. Сөйтіп кубик Рубикті алып келдім. Енді кубик Рубик енді әртүрлі түсіпте болады ғой. Мен бүкіл түстерін алып тастадым да қап-қара кубик Рубикті алып шықтым. Әрқайсысы өздерін қалай қабылдауына байланысты ғой. Ал енді өзіме ол сол тіршілік, жүйе, бірақ қанша айландырып, қанша бұрап, қанша құрастырғың келсе де жауабы жоқ. Бұл пьеса өте қиын, қандай планда қиын? Өйткені метафорлық, символикалық деңгейдегі әрекеттер өте көп. Біз физикалық тұрғыдағы соқырлықты сомдап отқан жоқпыз. Біз жалпы рухани соқырлық деген нәрсе деген не? Өйткені физикалық соқырлық ол бір бөлек, көзің болмай, көз жанарың көрмейді, көп нәрсеге көзің жеткізуге болады. Бірақ рухани соқырлық, саналық соқырлық болса, бұл өте қиын. Топтық, жаңа серая масса дейміз ғой, топтық сана неге апарады, да? Әйтеуір біреуді күтеміз ғой, әйтеуір біреуді күтіп жүреміз. Күтудегі біздің сол мақсатқа жетіп біреудің келуінде емес мәселе. Мәселе күтудің, кейде күтудің өзін біз мақсат қылып алғанбыз.
әйтеуір күтіп жүрміз, бір нәрсе өзгеретін шығар, бір нәрсе келетін шығар деген нәрсе. Енді тап осыны актерларға қалай жеткізу керек әрекет арқылы? Проблема осыда. Біз көзіміз көріп тұрып көп дүниені бағаламаймыз, естімейміз, көрмейміз. Ал бұл кісілер қалай екен деген сұрақ туды. Бірақ біз бір осы соқыр адамның тағдыры емес, адамның тағдырын көрсетеміз. Соқыр көзі көретін деп бөлмейміз. Әр адам өзі түсіну керек бұл қойылымды. Процесс өте қиын болды. Кітапхананың сахнасына барды. Түнгі репетициялар. Әлі де сахна бос емес. Өте қиын. Бірақ енді режиссеріміз айтады бізге, минустан плюс жасай үйреніңдер деп. Одан біз енді қиналсақ та енді Абай кітапханасының сахнасында жұмыс жасадық. Қуықтай кішкентай ғана өзіміздің кабинетіміз бар, сол жерде тұру. Мына малый залда, малый залдың өзі бізге тарлық етеді. Әдір соған қарамай тұру, күн демей, түн демей, түнгі 12-ге дейін, түнгі 2-ге дейін. Одан нервштетіп, оған бір бүкіл негативімізді төгетін болсақ, процесс жүрмей қалады. Сондықтан любой нәрседен мен барынша плюс алуға тырысамын. Любой қиындықты плюс, любой минусты плюсқа айналдыруға тырысамын. Тоқтамау керек. Әрекет жасау керек. Әрекет болмаса нәтиже болмайды. Қандай қиындық болған менде. Әрекетпен табылды ғой, сол кітапхананың сахнасы да табылды. Малый залға да істедік, сахнамызға да істедік. Әлі де жетіспейді әрине. Мен жетті, ойға бәрі жақсы деп айта алмаймын, но бірақ біз әрекет етіп жатырмыз. Әріптестерімізге, коллективімізге ризамыз, актерларымызға. Ешқайсы қыңқ етпей, күңкілдемей, ренжімей, бала шағасы, жанұясы болса да, әсіресе әйел адамдарға қиын ғой, үйде бала шаға бар, жанұя бар, оның тұрмыстық жағдайы бар деген сияқты, соны барлығын ысырып тастап, бүкіл ниеттерін, бүкіл зейіндерін, бүкіл жігерлерін, көңілдерін осы спектакльге, осы қойылымға арнағанда штаб бағып келе жатқандарына өте ризамын. Сондықтан да Дариға жастар театрымыздың жігіттеріне, қыздарына тек қана жақсылық тілеймін. Үлкен алар биіктеріміз көп болса екен. Сондай бір қиындықтар болды енді. Одан қалай берді, кеше ғана орманға шығып, жалпы табиғатта жасап көрдік. Это очень сложно, қиын. Орманға апарып жасаған эксперименттің енді орны мүлдем бөлек. Шындығында біз көп нәрсені көзбіз көретін болғандықтан көп нәрсені естімейді екенбіз. Ол жердегі шынымен жердегі топырақтар, тастар, жаңағы ұшып жүрген шағатын маса, ағаштардың иісі, қарағайдың иісі, бәрібір орманда болған жаңағы суық ауа райы, жел өте сондай шынайы әсер береді. Жаңағы соны біздің актерлардың басты задачасы соны фиксировать ету болды бізде.
фиксировать етіп сахнаға алып келу болды. Сол задачаны орындадық деп ойлаймын. Ол жерге де өтетін локацияны орынды режиссер ертерек көріп алып, жақындаған кезде бәріміздің көзімізді байлап сол жерге апарып, өзі отырғызып отыратын жерлерімізге. Енді пространство мүлдем бөлек, вообще білмейміз қай жерде отырғанымыз, қасымызда ма тоғай бар ма, үстімізде не тұр, жанымызда не жыра ма, басқа нәрсе ме, жердің бәрі шөп, тікенек, топырақ, шаң тозаң, оның үстіне маса талаған кезде тіпті Есімізде маса қалып кетті. Масаның бәріне таланып, енді нағыз әсер енді сол орманда болды расында да. Масалар бір жағынан ызыңдап келеді, маса шағып атады, бір жағынан жағы өзінің қасындағы сөйлейтін кейіпкеріңнің оның сөзін тыңдауың керек. Енді біз сахнада ойнатқан кезде бізге комфортно ғой, астында ештеңке жоқ деген сияқты. Ал орманда көп нәрсе болуы мүмкін. Енді көбінесе маса бәріміздің мазамызды алды. Одан кейін тарақандар бар. Бір тарақанды дәп ернімнің жоғарына жеткен кезде ұстап алдым. Қазір қамауға алып қойдым. Табиғатты сезіне білдік, табиғатта болып жатқан құбылыстарды сезініп, сол құбылыстарды қолдана білдік. Ертеңгі күні келген кезде сол орманда болған репетицияда қандай құбылыстарды біз сезіндік, қандай құбылыстарды байқадық, соның барлығын біз мында репетиция барысында қолдандық. Жаңағы Айнұр апайым айтып жатқандай, айтты ғой, масаға таландық деп, рас өте қызық жағдай болды. Сол мысалға масаға таланғанымызды ертеңгісіне репетицияға келген кезде қолдандық мысалға. Қалай маса бізді мазамызды алды, қалай бізге қайта-қайта қолымызбен қағып, қаншама мына жерде бәрі қызарып. Мейрамаған өзі күледі, мен өз басым мысалға рөлімде қолмен қанша қағып отырдым, мысалы орманда репетиция болса, сөйтсем маңдайымда 20 маса отырған ғой, күледі, Алина сен маңдайында 20 маса отырды деп. Сол сияқты шықсам орманнан мына жерім бүйтіп ісіп кеткен ғой. Қызық, рас есте қалатын қызықты сәттер. Бетіміздің, маңдайымыздың бәрі масаға таланып ісіп қайтты. Енді бірақ расында да керемет болды. Әсері керемет болды. Жоқ, қайда жүрмін? Келетін уақыты болды ғой, алтыға кетті ол. Біреулер жүріп жатса солған шынайы қорқыныш, сол бір сезімді сақтап қалуға, ұстап қалуға тырыстым. Оларға жасалған сондай бір орманға барып жасалған тренингтарды мен үшін қалдай алмадым. Өйткені менің кейіпкерім соқыр және құлағы естімейді да, бір вакуумда отыратын кейіпкер болғаннан кейін мен көбінесе бөлектендім, өзіме кеттім көбінесе. Сол себептен қатты қабылдай алған жоқпын, бірақ енді орманда мен актерлар қалай, әріптестерім қалай сезінгенін көрдім да, мен үшін ол қуантты кәдімгідей. Оларға жақсы көмектесті ол дүние. Сол үшін олар үшін ғана қуандым, өзім үшін қуанбадым, өзім үшін жыладым. Біздің қоғамға түсінікті болу үшін біз Абайды қосуға тырыстық, Абайдың қара сөзін қосуға тырыстық. Бізге өйткені ол жақын, тем более сіздерге жақын, семейге. Сондықтан біз түсінеміз бе Абайды? Түсіну маңызды ма Абайды? Кейде айтам, жалпы Абайды жайына қалдыру керек шығар. Абайға да тыныштық беру керек шығар. Абайдың қара сөзі ескіргенде қазаққа ескіреді деп. Хочется, чтобы Абайдың қара сөзі не актуален был. Әрекет арқылы келу керек та қара сөзге. Түсіну емес. Біз как сол спектакльде әрекетсіздікті көрсетеміз да. Біздің қалай әрекет етпейтінімізді, біз қалай қорқатынымыз, қалай біз рухани соқырлығымыз қандай. Жалпы біз қай жаққа бара жатырмыз, не істеп жатырмыз. Не нәрсені көре аламыз біз жалпы. Айналамыздағы әдемілікті көре аламыз ба? Шаңырақты құру, жалпы бірігіп жұмыс жасау. Жалпы бірігіп жұмыс жасай аламыз ба? Әрекет етуге айналамызға құрал көп қой. Айналамызда құралдар өте көп әрекет етуге, бірақ сол құралдарды біз көре аламыз ба?
жаңағыдай ғой өзіміздің репетициямыз. Жатып алуға болады, күтпей. Әй, менде сахна жоқ, маған сахна бермейді деп. Мен қалай үлгеремін, мен үлгермеймін деп жатып алуға болады. Бірақ ол нәрсе нәтижеге әкеле ма? Сондықтан қайткенде де бір нәрсені пайдаланып әрекет ету керек болды. Өз спектакльдің процесінің өзі спектакль сияқты болды. Сондықтан сол нәрсені көретін шығар көрермен. Мен бұл спектакльді қазір өзім сөзбен жеткізе алмаспын. Сен интервьюді сол кісіден алсаш, сен әлі осында отырсың ба? Давай, мен кеттім. Дайындық бізде. Есік қай жақта?